Елімізде алғаш рет бала дауысы ұлттық ән байқауы өтпек. Жобаны Жандану әлемі қоры ұйымдастыруда. Өнерлі балалар мамыр айынан бері әр өңірден іріктеліп жатыр. Қазақстанның 15 қаласын аралап келген сарапшылар бүгін ат басын Ақтауға тіреді. Үлкен шығармашылық ұйым кішкентай бүлдіршіндердің өнерін тамашалап, ең үздік орындаушыны анықтайтын болады. Ақтаулық Асхат Бекарыстың жасы 10-да. Ол 5-ке толғаннан бері ән байқауларына қатысып жүр. Қалалық, облыстық деңгейде де жүлдегер атанып үлгерген. Енді бала дауысы байқауында да бағын сынамақшы. Жеңу үшін, осы ата-анамды қуанту үшін келдім. Мен деген конкурсқа бен деген ағылшынша өлеңмен «Скажите, девушки, подружки» деген бір өлең бар. Сосын «Ақтау арман қала» деген өлең дайындап келдім. Кастингке 70-тен астам өнерпаз жиналыпты. Ерекше дайындықпен келгендіктері көздерінен байқалады. Әрине қобалжуда бар секілді. Жалпы кастинг 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде балалар жеке дауысты ән салса, екінші кезеңде тәлімгерлермен дуэт болып шырқайды. 7 мен 13 аралығында жастар балдар қатысады бұл жерге. Жалпы әртүрлі болып жатады. 7 жастағы балаларды көрдік өтіп жатқан. Және 13 жастағы да бірақта деңгейлеріне қарасақ бірдей. 7-дегі бала көрсеткен өнермен 13-дегі баланың өнері деңгейлері бірдей болып тұрады. Жалпы талаптар жан-жақты болу, әртүрлі бағытта айтып білу. Кастинг тамыз айының 10 күні аяқталады. Әрбір облыстан таңдалған бүлдіршіндер Алматы қаласында өтетін конкурста бақтарын сынайды. Сондай-ақ байқау жеңімпазы ең беделді музыкалық мектепте оқу грантын иеленеді. Инабат Алдияр, Бейбіт Нұрсейіт, жаңалықтар.